Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай чебуректер дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Ең бірінші ұнымызға тұзды ыстық суымызды қосып, қатты қамырымызды илеп аламыз. Осылай біркелкетіп әбден июі қанғанша илейміз. Енді бұны жарты сағатқа бетін жауып, тындырып қоямыз. Одан кейін салмамызды дайындайтын боламыз. Фаршымызға майдалап туралған пиязымызды, тұз, бұрышымызды салып, әбден біркелкетіп араластырып аламыз. Енді қамырымызды осылай жаюға ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп, дөңгелектеп аламыз. Енді қамырымызды осылай жайып аламыз барлығын. Одан кейін ішіне салмасын салып, осылай жұқа қылып барлығын басып, бетін жауып, шеттерін шанышқымен басып шығамыз. Осылай қаттырақ басып шығамыз, қуырғанда ашылып кетпес үшін. Енді қызып тұрған майымызға осы чебуректерімізді екі жағын аударып пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеле отырыңыздар, лайк баса отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Міне чебуректеріміз дайын болды. Ас болсын.